Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, әрі дәмді, әрі оңай жасалынатын бидай атты нанды жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды дайындау үшін ыдысқа жылы су, қант, тұз, дрожж және сұйық май қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне біртіндеп ұн қосып, қамырымызды қолмен елеп аламыз. Қамырымыздың үстіне мешочек және орамалды қойып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 2 рет көтерілді. Енді қамырды тең 3 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлікті осылай видеодағыдай елеп аламыз. Ұзынша елеп алғаннан кейін осылай видеодағыдай кітапша тәрізді жабыстырып аламыз. Бізде қамырымыз шыжық пішінді болып шығу керек. Қалған 2 бөлікті дәл солай қайталаймыз. Листтің үстін пергамент қағазын төсеп, қамырды параллельді қоямыз. Қамырымыз бір-біріне жабысып кетпеу үшін араларын алшақ қою керек. Қамырды V тәрізді кесіп, әрбір бөлікті 2 жаққа орналастырамыз. Үстіне ұн сеуіп, 200 градус қызып тұрған пешке алтын түстес болып шыққанға дейін салып күтеміз. Корочкасы алтын түстес болса, нанымыз дайын деген сөз. Нан өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Үстіне өз фантазияларыңызға байланысты кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Ас болсын!